ие болып, сол жерді кеміріп жата берсін, сен соғысты тоқтат, болды. Өлген өлді, болар болды, бояу сіңді, болды, тоқта дегенге әкеп отыр. Одан кейін бұл жердегі әңгіме, бұл соғыс дипломатиялық жолымен аяқтауы керек деді Американың қорғаныс министрі. Сосын Украинаға дейді, Еуропа және басқа мемлекеттер дейді. Америка болмаған жағдайда жаңағы қауіпсіздік кепілдемесін беру керек дейді. Яғни Украинаға қауіпсіздік кепілдемесін беруге Америка қатыспайды дейді. Қысқасы қанын сорғалатып тұрып осылай айтты. Еуропа немесе басқа елдер дейді, Украинаға қауіпсіздік кепілдемесін беру керек. Америка бұған кіріспейді дейді. Қысқасы бұл жердегі әңгіме Америка орыс-украин соғысы мәселесінен басын тұтасымен алып шығып, бірақ қалай болмасын соғысты тоқтатасың деп екі жаққа қысым жасайды. Бұл тағы кімге пайдалы болады? Путинге пайдалы болады. Кімге зиян болады? Бізге зиян болады. Біз Путиннің қаны аға берсе, әскері өле берсе, ең соңындағы алдыңғы шепте соғыс керек жарағын таситын есегі де қалмай қалса, қазақша айтқанда атарға оғы, шабарға қылышы қалмай қалса, үрерге иті, сығарға биті қалмай қалса деп тілеп едік. Орыстың арқеті арша, борбай еті борша болса деп тілеп едік. Бірақ ол болмайтын болды. Мынау тоқта болды. Міне. Бұлай қарап отырсаң, бір зұлым, жауыз, дәу, күшті, қуатты бір әлсіз біреуді барды да бас салып, үйінің біразын жаулап алды, жерінің біразын жаулап алды, оны ұрды, мүгедек қылды, қолын шапты, көзін шығарды, мұрнын сындырды, қабырғасын сындырды, өкпесіне қанжар тығып алды. Енді жаңағы одан да жуан дәу біреу келді де, болды енді, болар болды енді. Осыған тәуба шүкір де болды. Екеуіңді төбелеспе, соғыспа. Анау жаулап алған жерінде анау қала берсін, болды енді. Бұл тоқта дейді. Ақиқат орнамайды. Қысқасы шындық осы болғандар. Ащы шындық. Ұнатсаң да. Сенен ешкім, сен қазақтар жақсы көресің ба, Серікжан жақсы көресің ба, осы келісімді деп сұрамайды. Менен Трамптың жаңадан қорғаныс министрі болған жігітте, жас жігіт. Секе өстігіл жатырмыз, қалай қарайсыңдар? Қазақтар қалай қарайды екен? Қазақтар құлай екен біздің келісім деп бізден ақыл сұрамайды екен қазақтар. Сен жоқсың. Сенің салмағың жоқ. Сені есепке алмайды. Сенің тақайыңды да, сенің 20 миллион халқыңды да, сенің тойшыл, тойғымар деп бірдеңе десе аңырайтын өнеріңді де дүниеге танытты. Американы бағындырып келді, деп аңырап бағындырып келді. Еуропаны бағындырды, сақынаны дүрсілкіндірді. Бәр тиын, сен ешкім емессің. Күледі. Қазақ десең күледі. Саша Көбен, Боратты айтқан қазақ ба? Күледі. Сенің образың сол. Шыны керек. Бір кезде Борат деп боқ болады. Bir жер жыртылғанша айғайлап, деп былжырап еді ғой. Ол Борат шындықты айтып отыр ғой ол. Назарбаевтық режимді дүниеге әшкерелеген Борат ол. Сол Назарбаевты қолдан құдай жасады ғой боқ болаттар, бірақ сол Борат Назарбаевтық режимдегі Қазақстанның масқарасын дүниеге әшкереледі. Ал қандай елменен есептеседі? Халқы өз мүддесін қорғай алатын тірі халықтармен есептеді. Тірі халық. Неге? Мынау маған ұнайды деп айта алатын халықтармен. Мынау маған ұнамайды деп айта алатын халықтармен. Өзі бірігіп отырып, өзі қалаған азаматын сайлайтын, қалаған кезінде жұлып алатын халықтармен есептеседі. Аналармен есептеспесең болмайды олар. Олар битеді, олар толқып кетеді. Олар битеді. Солармен есептеді. Құлағыңды шауып алайын десе бүйтіп отырады. Көзіңді шұқып алайын, бір көз керек еді, бүйтеді. Екінші көз керек еді, болды сен ютубтен лекция тыңдасаң болды, көз керек жоқ десе, бопты мақұл деп. Мұрныңды да ойып алайын, мұрын керек болып тұр десе, бопты енді.
Бұрынды ойсаң оян деп. Бүйрегің керек еді, бүйрегің деді болды. Біреуін қалтырсаң болды, енді біреуде жетеді ғой деп. Бүйтіп отыра беретін халыққа ол дүние назар салмайды. Мен бір нәрсені ашық айтам, міне дүниенің ашты реал шындығы осы. Ашты реал шындығы осы. Тарихтан бері осылай. Тарихтан бері осылай. Күштілер өмір сүреді. Адамзат қоғамы солай. Күштілер өмір сүреді. Өмір сүресің ба? Күшті бол. Әлсізсің ба? Ешкім. Қарам. Жануарлар бірігіп, арыстан мен жолбарысқа, қасқырға санкция салайық деп жиналыс өткізді ме? Жоқ. Мына қоян бейшара қорқамын деп қамыстың сыбдырынан өліп кетіп жатыр. Мына халықаралық қоян қорғау құқын қорғайық деп жануарлар орманда жиналыс өткізіп па? Жоқ. Міне. Түлкі алаяқ екен, осының алаяқтығына санкция салайық деп па? Жоқ. Шындық осы. Құдайдың өзі қоянды жаратып, түлкіні жаратып, қасқырды, қарсақты жаратып, аюды, жолбарысты, арыстанды жаратып қойды. Сосын әр қайсына өзінің өнерін беріп қойды. Бөлек. Сасық күзенге жаны тұмсығының ұшына келгенде сасық жел жіберетін өнер беріп қойды. Сөйтіп сасық желін жіберіп, өзін қуған жыртқышты талдырып тастап, сасық улы желіменен, мүңкіген сасық жел қашып кететін өнер беріп қойды. Балықтарға сондай өнер беріп қойды. Бір әлсіз балықтар, жаңа дәу нән балықтар аузын ашып келе жатқанда, жаңа улы бояу шашып жіберіп құтылады екен. Электрошок балықтар бар екен. Электрошок беріп, өзі қашып құтылады, бірақ денесі әлсіз. Бірақ алып, нән киттер бар, акула қолтырауындар бар, мысалы, қатырандар бар. Қазақ енді анау акуланы қатыран деді дейді. Енді мысалы, Құдай сөйтіп қойды. Енді өзің жастықты биік қойып жатсаң, дүниедегі орныңның не болатыны белгілі. Бұл жерде мен мемлекеттік хатшы менен CIA-дің басшылығына тапсырма беремін, Путин менен кездесуді ұйымдастырады деген Трамптың сөзі тұрды. Енді бұл арада Сауди Арабияның делдалдығымен алдағы уақытта Сауди Арабияда Путин мен Трамп кездесуі мүмкін делінген сөздер тұр. Ол да болатын тема сияқты. Дәл қазір Сауди Арабия орысшыл, қытайшыл, бірақ ақшасының бәрі Америкада. Оның саясаты орысшыл, қытайшыл, бірақ ақшасы Американың банктерінде, қаржысы Американың банктерінде тұрады. Мүмкін бұл да екі жаққа идеал кездесу шығар. Енді қысқасы Америкада біраз дүние өзгеріп тұр. Қазір Тулси Габбар, бұл енді сөздің шыны сыртқы барлаудың қызметінің басшысы, өзі 43 жаста, бұл кезінде Ирактағы соғысқа барған. Бұл сыртқы барлаудың бастығы, бұл депутаттық қызметінен бас тартып тұрып барған, бұл Обаманы сотқа берген, бұл Орыс-Украина соғысында Украинаға көмектесуге қарсы тұрған адам. Қысқасы, Америка тараптан Украинаға пайдалы көп нәрсе болмайтын болып отыр. Қысқасы, әңгіме сөздің ашығы осы болып тұр. Енді бір қызық нәрсе тұр. Қытай аяқ астынан Газадағы палестиндіктер мәселесінде үн қата қапты.
Ол былай айтыпты: Газа палестиндіктерге тән. Қытай өкіметі америкалықтардың осы Газа тұрғындарын мәжбүрлі түрде таратуына қарсы дейді. Тарату деген енді бұл жерде былай мәжбүрлі түрде газалықтарды бөліп жан-жаққа шашады ғой, соған қарсымыз деп айтыпты. Трамптың жобасы бойынша Египет пен Иордания 2 миллион газалықты қабылдап алу керек. Бірақ Египет қарсы болып тұр, Иордан қарсы болып тұр. Енді ойлаш, кім ондай көп деңгейдегі босқынды қабылдай алады? Егер ондай көп деңгейде босқынды қабылдайым десе, Америка сол 2 миллионды көшіріп алсын. Бірақ ол жоқ. Египетке ал дейді, алмайым дейді, Иорданға ал дейді, алмайым дейді. Енді Қытай аяқ астынан халықаралық геосаясаттағы әділетшіл, ақиқатшыл болып сахнаға шыға кетті. Енді тағы бір қызығы, осы 13-ші ақпан күні Қытайда Машиңруй деген мынау Шыңжаң, Шығыс Түркістанның партия комитетінің бас хатшысы Машиңруйдың жетекшілігінде біздің Қазақстанның шекара елі, яғни Шыңжаңда үлкен жиын болыпты. Ол жиында Қытайдың медиаларының хабарына қарағанда, тағы да басты мәселе 2025 жылы осы Шыңжаңның амандығын сақтау мәселесі, үлкен көлемдегі апат характердегі ірі оқиғалардың алдын алу, қатаң деңгейде алу мәселесі, әрбір басшылық тұлғаның жеке жауапкершілігін одан арман күшейту мәселесі жиында айтылыпты. Ал Шыңжаң газетіндегі хабарға қараған кезде Шыңжаңды мәдениетпен қоректендіруді одан арман тереңдетіп, діни істерді заң бойынша басқаруды одан арман қатайтып, Жұңқуа ұлты дейтін ортақ ұлттық сананы қалыптастыру құрылысын онан арман күшейту деген. Жұңқа ұлты деген не ұлт? Қытайлар Жұңхуа минзу дейді. Жұңхуа. Бұл қазақша айтқанда Жұңқа ұлты. Жұңқа ұлты дейтін бұл бір жұқа саяси термин. Бұлар Жұңқа ұлты дегенде Қытай ұлты деген атаудың кең көлемдегі түрі ретінде қолданады. Біз қазақ деп айтамыз ғой, сосын алаш деп айтамыз. Кез келген қазақ бала күнімізде естиміз, алаштың азаматы бол деп аталарымыз бата береді. Сосын бізде жаңағы ассалаумағалейкум алталаш деп тұрып сәлем береміз. Алаш деген ұғым бар, алталаш деген ұғым бар. Екеуінің алаштың ұғымы тарлау, алталаштың ұғымы кеңдеу. Қытайда өздерін ханзу дейді, яғни хан ұлты, екінші кеңітілген түрін Жұңқуа дейді. Жұңқуа дегені анау Қытай тектісі бар, Қытайға ассимиляцияланғаны бар, Қытай жерінде жасаған халықтардың барлығын қосып төбесінен Жұңқуа дейді. Көрдіңіздер ме? Міне бұл жердегі саясат сол. Яғни Шыңжаңдағы қазақтарды, қырғыздарды, тәжіктерді, ұйғырларды басы бүтін жұтып алу саясатын жүргіземіз. Жұңқуа ұлты санасын қалыптастыру жұмысын күшейтеміз. Діни істерді басқаруды күшейтеміз дейді. Яғни Шыңжаңда аса қатаң саясат одан арман жалғасады. Мұны неге айтып отырмын? Қазақстанға көшіп келіп жатқан Қытайдың қазақтарының біразы екі ойлы, текет ойлы болып жүр. Қазақстанның азаматтығын алайын десе, Қазақстандағы әділетсіздіктен шошиды. Неге? Әділетсіздік. Жергілікті қазақтың өзі зар еңіреп жүр. Екі қазақ бір мәселеге дауласа қалса, сот әділетсіз. Адамдардың құқы қорғалмайды. Өмірде тыныштық жоқ, жұмысқа кепілдік жоқ. Бизнес ашса тартып алады. Салығы бар, полициясы бар, кез келген бір құрттай бизнес ашқан қазақтың қанын сүліктей сорады. Ал ана жақтан біреулер пенсиясын қимай жүр. Біреулер о жақта қалған мал мүлкін сата алмай тұр. Қытай өкіметі сатқызбай тұр. Біреулер жаңа күйеуіне паспорт берсе, әйелін Қытай өкіметі кепілге алып қалған. Әйеліне паспорт берсе, күйеуін кепілге алып қалған. Немесе бір баласына паспорт бермей, балаларын кепілге алып қалған. Сөйтіп қиналып жүр. Енді қысқасы мен солардың бәрін айтам.
Күйеуің қалған әйелдер Қазақстанның азаматтығын алып ал. Сенің Қазақстан азаматы болғаның, сенің әне жердегі күйеуіңнің амандығына кепілдік болады, кем дегенде. Балаң қалса да атанаң мына жақтан алып ал. Иә, Қазақстаныңда бір сондай озып тұрған түгі жоқ, бірақ кем дегенде Қытайдағы зұлымдықпен салыстырғанда Қазақстан салыстырмалы түрде Қытайдан жақсы. Сондықтан Қазақстанның паспортын алып алғандарың құп. Мынау билік уақыттық. Тоқаев құзғын емес, мың жасамайды. Назарбаев та, оның күйеу баласы Құлыбаев та, Қазақстанның қанын сүліктей сорып отырған 160 миллиардер де, олар да мың жасамайды. Біз Қазақстанды әлі астан кестен қыламыз. Біз астан кестен қыламыз. Мынау қазіргі талтаңдап жүрген полицейдің бәрінің басын шабамыз. Мынау қанішер зұлым судья бәрі түрмеде отырады. Тұқымымен құртамыз. Назарбаев, Тоқаевтың әулеті Құлыбаев сатып алды, ана сектабастардың бірін қоймай, басынан бақайшығына дейін турап тастаймыз. Сөйтіп Қазақстанда әділдік орнатамыз біз. Яғни билеуші тап уақыттық мемлекет, ұлт мәңгілік. Қазақ билігі қазір дүниеде ең сұрқия, ең жауыз билік болып отыр. Қазақ халқының жауы болып тұр қазақ билігі. Бірақ мына мемлекет, мына жер, мына топырақ біздікі, біздің ата-бабамыздікі. Сондықтан дүние жүзіндегі қазақтың Қазақстаннан басқа баспанасы жоқ, бас қалқасы жоқ, барар жер жоқ, басар тау жоқ. Сен мына зұлым билікке қарап, мемлекетіңнен, отаныңнан бас тартпа. Менің айтар жерім осы. Менің айтар жерім осы. Міне, неге мен мынау 2025 жылдық Шыңжаң мәселесі бойынша, мынау Шыңжаңдағы қанішер коммунист Машүңірүйдің жиналысын арнайы түрде аударып сіздерге жеткізіп отырмын. 25 жылғы Қытайдың Шыңжаңдағы қазақ, ұйғыр, қырғыздарға қаратқан саясаты қатаңдаса түседі. Үміт күтпеңдер. Үміт күтпеңдер. Жақсылық болмайды ол жақта. Қысқасы, ол жерде тек зұлымдық болады. Сосын міне, Шыңжаң газетінде тағы былай жазыпты. Партияның дейді, партия дегенде компартияны айтып отыр ғой, жаңа дәуірдегі Шыңжаңды басқару стратегиясын жалғасты түрде толық, тура және жалпы беттік жалғастыру талап қылып, сосын бұны Шыңжаң саясатында ешқандай өзгеріс болмайды деп отыр. Міне. Яғни қысқан үстіне қыса түседі. Темір тегеурін артқан үстіне арта түседі. Қысқасы, геосаясаттағы өзгеріс осы болғалы тұр. Қазақтарға қаратып, арнайы бұл сөзімізді айтып отырмыз. Енді жұртқа түсінікті бір тақырыпты айтайық. Кеше тікелей эфирде шай ішіп отырып, Индияның премьер-министрі Моди менен Америка президенті Трамптың жүздесуін жаңағы басын ғана көрдім, аяғын көрген жоқпын. Моди келді, Индияның дәстүрлі көйлегін киіп алып, тізесінен төмен. Сонымен жаңағы арнайы қарулы күзеттер тұр, сосын бір құрттай есіктің алдынан көлік кеп тоқтай қалды, ары қарай лып етіп кіргенде, ар жағарай не болды? Оны көруге уақытта жар бермеді. Бірақ Трамп Модимен жүздесуінде кезінде ол Индияны сынаған, алдыңғы жолғы кезінде. Оны бажы кеден салығының патшасы деген болатын. Бірақ енді аяқ астынан Модимен кездесе қойыпты. Бірақ Модидің бетіне қарап отырып, Индиядан Америкаға енетін тауарларға кедендік салықты арттыратынын айта салды. Мен бұл арада біраз саясатқа анализ жасаймын. Трамп бірінші Нетаньяхумен кезікті. Яғни, орта шығыстағы соғысты тоқтатамыз деді, және өзінің санасында ең маңызды басшы деп Нетаньяхуды айтып отыр. Еуропаның НАТОдағы одақтасы болған Францияның, Германияның ешқайсының басшысымен кезіккен жоқ. Яғни, өзін Еуропаның қошқар сезінетін Германияға да, Францияға да, өзімен тегіміз бір еді, біз бір ағылшын тілді елміз дейтін Англияға да ар тұрыңдар, ар ойнаңдар деді. Мен қаласам кезігем,
Қаласам кезікпейм, қаласам НАТОға кірем, қаласам шығам, сенің бүкіл Еуропаңның амандығын мен сақтап отырмын, менің әскерім тұр, менің ақшам кетіп жатыр, менің шығыным. НАТО маған керек пе, әкеңді саған керек пе? Қалтаңнан ақша шығар десе шығармайсың. Бірақ амандықты қорғайтын кезде жаным Америка, күнім Америка деп менің аяғыма жығыласыңдар. Қақ әкеңді, менің ақшам ақша екенде сендердің ақшаларың ақша емес па сонда? Шығарсаң ақшаны шығарасың, НАТОны ортақ қорғаймыз, болмаса НАТО маған қай күніме керек деді. Қысқасы, Нетаньяхуды бірінші қабылдап, Еуропа елдерінің бірде-бірінің басшысын қабылдамай отырғандығы осыдан. Бұл дипломатиядағы үлкен бір сигнал. Әдетте үлкен халықаралық геосаясатта өзімен одақтастарын бірінші қабылдайды. Американың бұрынғы соңғы басшыларын қараңыз, тарихқа қараңыз. Ол өзіне жақтас, тілектес, сыртқы саясатта бір ұстанымдағы әскери одақтасын бірінші қабылдайды. Бұл жол олай емес. Немесе өзі уәде берген. Сыртқы саясаттағы мен мына мәселені шешемін деген елдің басшысын бірінші қабылдайды. Жоқ. Англия кіммен? Англия Америкамен бір тілдегі халық. Екеуінің тек диалектісінде сәлдеп айырма бар. Англия біраз тездеп бір сүйкімсіздеу сөйлеп жібереді. Англиянікі құлаққа құныққа жақсы, ағылшыншасы көп жаңағы Англиянікіне қарағанда баяулау дегендей сондай болады. Германия кімет? Еуропадағы өндірістің техниканың ошағы. Франция кімет? 17-ші жылдан бұрынғы, 2017-тен бұрынғы дүниедегі бірінші алып империя менмін дейтін сасық көкірегі тағы бар. Және Америкадан бөлектенгісі келетін көкірегі бар. Германияның бүйрегі неге жабысып тұр? Қытайға. Францияның бүйрегі де Қытайға жабысып тұр. Бүкіл Германияның бүкіл өндірісі Қытайда. Қытайдың мына адамды сойып, қазақтарды ұрлап сойып, бауырын бүйрегін басқаға салатын ағза саудасының технологиялық келу қайнары Германия. Олар Германияның дәрігерлерінен соны үйреніп ап, оны өздері дүниежүзілік бизнеске айналдырып отыр. Қазіргі Қазақстандағы жоғалып жатқан жастар, жасөспірімдер, жігіттер, қыздар, тіпті жүкті әйелдер, бұның барлығы сол Қытайдың қасапханасына кетеді. Қайда кетеді? Екі бүйрегін кесіп алады, екі бауырын, бір бауырын кесіп алады, көзіне дейін ойып алады, қысқасы саусағы терісіне, шегіне дейін пайдаланады. Міне, көрдіңіздер ме? Бұл жердегі әңгіме осы. Мына боғауыз айтқанды мен бұғаттай салдым. Бір көзіммен мына комментарийге қарап отырым. Кім боғауыз айтады, бұғатталады. Кім қыңыр қисық сөз жазады, бұғатталады. Ал бұл жердегі біраз нәрсені айттық. Енді Трамптың екінші кезіккен адамы Жапонияның премьері болды. Неге? Ол Қытайға қатысты еді. Жапония Америкаға $1 триллион инвестиция салатын уәдесін берді. $1 триллион. Ал Жапонияны кім қорғап отыр? Американың әскері қорғап отыр. Жапонияны демократиялық жүйеге кім салды? Америка салды. Жапония мынау премьер-министрі, ол өзі сыртқы саясатта негізгі бұрынғы ұстанымы Қытайға бүйрегі бұратын адам еді. Ол бұрынғы саясаткер болып осы уақытқа дейін жүргенде, тіпті оның атасы Қытайға бүйрегі бұратындар еді. Бірақ Трамп оны қатал түрде шақырып алды алдына. Қатал түрде шақырып алды. Ол Жапонның премьер-министрін қараңдаршы, өзі түрі Жапонға келіңкіремейді. Өзі бір арақты көп ішетін бір ағаларымыз бар еді ғой, арақты салынып тұрып ішетін. Бірақ өз ойын тойдан қалмайтын әзіл қой, екі беті қызарып албырап, жаңағы жеңгеміздің болды қой дегеніне көнбей рөмкені сілтеп жіберетін бір ағаларымызға келіңкірейді. Бірақ Трамп соны екінші қабылдады. Ол уәдесін үйіп төкті. Яғни
Жапония Американың мәңгілік экономикалық және саяси әскери одақтасы. Сыртқы саясатын сонымен шегендеп тастады. Ал Жапонияның премьер-министрі болған, бұның атасына дейін қытайшыл болған премьер бірден Трамптың алдына келіп, елпектеп, кәдімгі бір қайнатасының алдында күйеу балада елпектеп отырып, Америкамен сыртқы саясаттағы одақтастығына қол қойып отырып қайтқандағы мақсат не? Тура ана картасында өздерін тауық бормалы деп дәріптейтін Қытайдың кеңірдегінен Жапонның қолы арқылы қысу. Яғни Қытайды тура кеңірдектен ұстау. Бұл жердегі әңгіме осы. Екі. Үшінші дүниежүзілік елдерінің бірі болған Индияны қабылдап отыр. Ал бұл Индия кім? Индия Ресейдің мұнайының, газының ең көп аларманы. Байденнің кезінде Моди шал келді. Байден шал біз Ресейге жаңағы сыртқы қысымды күшейте түсеміз, анау-мынау деген әңгімесін айтты. Моди шал күліп үндемей тұрды. Мұнайын мен, сен айта бер, мен мұнайын ала берем, газын ала берем деді. Трамп келді де Ресейдің көлеңкелі флоттарына санкцияны көбейтті. Көлеңкелі флот деген не? Мексиканың атында 2 кеме. Бірақ ол не? Мексикадағы Мексика азаматтығын алған ресейліктің тіркеген компаниясы. Анау Африкадағы, Танзаниядағы 2 кеме. Анау тағы сізде бізде атын білмейтін бір елдің атында тіркеген 2 кеме. Осындай неше түрлі елдің атында тіркеген кемелер Қара теңізге барып Ресейдің порттарынан, Ресейдің немесе жаздың күні мұз қатпаған порттарынан шикі мұнайды немесе кәдімгі бензин сәлеркені тиеп алып, ашық теңізде ары бері жеткізеді. Осыған қысым салды. Бірақ Индия өзінің флотын жіберіп ақ немесе Ресейдің флотынан тіке алып отыр. Яғни Трамп енді Ресейдің көлеңкелі флотына тыйым салды. Ол деген сөз не? Путиннің қалтасына түсетін ақшаның барлық жолын кесіп жатыр. Енді Путиннің қалтасына қазір ең көп ақшаны бірі Индия береді, бірі Қытай береді. Бірақ Ши Цзиньпинді шақырып алып, ей Ши Цзиньпин, Путинге ақша берме десе, Ши Цзиньпин басында деп бүйтіп өтірік жақтап қояды. Бірақ ол бәрібір бере береді. Қытай бетіңе бір, артыңа бір көзқараста болатын біліп отыр. Бірақ ол Индияны айтып отыр. Әкеңді танытам. Біз Қытайды жәркемдегелі жатырмыз. Жан жақтан біреуміз кеңірдегінен, біреуміз оң қолын, біреуміз сол қолын, біреуміз бір бұтын ұстап, мына Қытайды жәркемдегелі жатырмыз. Одан саған пайда болады. Бірақ мен Моди шал саған ескертейін, бетіңе орыстан ештеңе алмайсың. 1 рупияңды орысқа бермейсің, бердің әкеңді танытам деді. Қысқасы, Модиді шақырып алған Трамптың сөз осы болды. Модиді шақырып алғанда Ресейді қыспаққа отыр. Енді көп жұрт, әлгінде біз айтқандай, мынау ойбай, Украинаны бүйтіп лақтырды дейді. Бірақ естеріңізде ме? Мен тіпті алдыңғы